Одан бері өтіпті 15 жылда келіп тұр сахнада сонықтырғым. Жер дүние өзгеріп жатқан кезде бір қызықтың куәсі болып тұрмын. Тіпті жаңа Қазақстан келіп жатса да, мен байғұс ескі досты жолықтырдым. Қайтерім сөздің барып жалғанына, сырғыған уақытта барма кінә. Мен оқу бітіргесін елге қайттым, туған жер тура келіп қалғаныма. Шымкентке кеп ұстаз боп, қызмет жасап, білгенімді үйреттім жан-жағыма. Төлелерге баулайтын мектеп ашып, жастардың қанат бердім арманына. Сен қазуда қап қойдың мұғалім боп, кептеліп алматының жолдарына. Екеуміз де таңдаппыз білім жолын, мұнда бар деп білемін молмағына. Бізге берген тақырыпта білім екен, дұрыс таңдау болыпты ол дамына. Білім саласында үлкен мәселе көп, біз бүгін үңілейік сол жағына. Алағайын соға бер қос қолыңды, төріңдегі қос бірдей балдарына. Ұстаздардың айтсақ деп жан айқайын, қос мұғалім келіп тұр алдарына уайын. Ергесін айтыс дейтін ашық төрді, ақындар қар өлеңге машық болды. Ағайын бұл хазірет бұған дейін тойхана ашып біраз кәсіптенді. Күндіз ұстаз, ал түнде асаба боп, той бизнестен бір шама нәсіптерді. Бірақ тойханасын дұрыс жүргіз алмай, өзіміздің салаға қашып келді. Сонда да бір сүйінші жаңалық бар, бұлдозың сон айтуға асықтенді. Хазіретті құттықтап қойыңыздар, көңілі таусуындай тасып келді. Білім плюс дейтін оқу орталықтың печатын төс қалтаға басып келді. Бұрынғы тойханасын жауып келді, білімнің ойханасын ашып келді. Ал досың домбыраңда бән етерсің, сен де бір сахнаның сән екенсің. Өткен жыл Ақтөбеде айтысқанда айтқанымды ойыңа көтерсің. Тойхана ашқаныңды сынап едім, осы жағын есіге сап өтерсің. Одан да мектеп аш деп ұрысып едім, сен бала сауысқаннан сақ екенсің. Нәтижесін көрсетіп бір-ақ жылда мен түгіл мынау жұртты таң етерсің. Осылай айтқанымды істей берсең, әлі талай биіктен дәм етерсің. Тапсырманы бұлжытпай орындайтын, өзіңде бір тіл алғыш жан екенсің. Жоғарыдан кішкене қолдау болса, болайын ақ деп тұрған бал екенсің. Ай! Мен байқұс ескі досты жолықтым деп, сөзді неге бастадым тұнжыраудан. Ескі достың қадірін білмейсің бе, есті адам есі кетіп шын қуанған. Алыстап кітап деген ескі достан адам азба соткымен жынды болған. Алыстап ауыл деген ескі достан қалада жасап жүрміз мұңды қолдан. Сондықтан ескі достың қадірін біл, түсірмей келе жатқан туды қолдан. Жаңаның жарнамасын жасағанда жөн болар, ескіден де үлгін алған. Ескі 500 теңгені білесің ғой, жаңа 5000 теңгеден құнды болған. Жабысын жарнамалап ат қылатын досым едің, баранын ақ қыладың. Жап деп едім тойханасын жауыпты деп болыпсың ғой, кеудеңді қаттырадың. Аш деп едім мектепті ашыпсың деп, әдетіңді қоймапсың аттығадың. Аузыңда соншалық туа барма, тіліңменен шегені қақтырадың. Өзіңді бір әулие санап отсың, күпірлікке
өзіңе сөз айтып қатты жақын. Шынымен аузыңда дуа болса, елімде есіктер көп жаптыратын. Балалар жамандықты білместей қып, ұятсыз әзілдерге күлместей қып, жаптыр алсаң тиктоктың жолын жаптыр, жасөспірім балалар кірместей қып. Сарқып ішіп қазына тоспасынан, отанын төмен көрген отбасынан, жаптыр алсаң жемқордың аузын жаптыр, Дубайда кәте жалған қос-қосынан. Бөтеннен уағыз тыңдап ақылдаспай, басқа дінмен басымды қатырмастай. Жаптыр алсаң сектаны түгел жаптыр, бейбіт елді жихадқа шақырмастай. Саудаға да бұрайын назарыңды, итпен мысық жалады қазаныңды. Кеденіңде есігін жаптыра сал, шетелдіктер жаулады базарыңды. Бір жан солай біздерді ойландырсын, өкіметке айтарын сайландырсын. Үш ауысымды мектепті түгел жауып, екі ауысымды мектепке айналдырсын. Құрдасым айта бермей аңызыңды, осылай көрсетсеңші нағыз үлгі. Осылардың біреуін жаптырмасаң, жабуға тура келеді аузыңды. Ассалаумағалайкум ауағайын, ал сөйле қолымдағы қарағайым. Астананы көргенде ғашық болған, адамды алғаш көрген хауадайын. Биылдағы кеп жеттік желтоқсанда, кәдімгі балға құмар арадайын. Бұрында Астанаға келген кезде қатып тоңып жүруші қарадайын. Қонақ үйден шыға алмай жатушы едік, десек те бір қаланы аралайын. Ат құлағы көрінбес ақ боран боп, үскірік боп тұратын даладайым. Ал бүгінгі жып-жылы күнді көріп, таңғалып таңдай қақтым қарадайын баладайын. Астананы орманмен қоршап берген Нұрағамның еңбегін бағалайын. Орман ғана емес-ау ойлап тұрсам, тағы да бір құпия барағайын. Осы сіздер Елордаға көшіп келіп, жайнаттыңдар есілдің жағажайын. Айналдым оттай ыстық пейіліңнен, арқаныңда өзгерткен ауа райын. Құрдастан несін қорқып қорғанасың, қызыл тілім әзілмен жорғаласын. Жүйріктің көбі келмей қалдай тұсқа, жүлделі орындары болмағасын. Бір жан қалай қосылды десе біреу, жауап таппай ойланып толғанасың. Биыл көп айтыстарға бармап еді, барса да бірінші орын алмап еді, лайықты болса да ол жағашын. Айтпақшы бұл көбейтіп қазақ сәнін, өсірген батыр әке 10 баласын. Бір ұлы ақын болды көрдіңіздер, Алла қалап әкесі қолдағасын. Тұңғыш қола домбыра иегері, бір жанның құттықтайық сол баласын. Осы алтын домбыра айтысына өз күшіңмен келгендей қомданасың. Басшықталған балаңа арнау айт деп, айтысуды ал өзің қолға аласың. Қожа Насыр құрдасқа сөз берейін, өзінің шарт айтысқа толмағасын. Әкелік құқықтарын пайдаланып, баласының тартып алған жолдамасын. Жолдамасын ақты деп баласының бауырын неге сонша долданасың? 10 жыл бойы ашатын мектепте емес, досыңның түген депсің 10 баласын. Әке көрген оқжолар демейді ме, хазірет оған неге таңғаласың? Жолымды қуса бір 10 баламның, сендерден басым боптыр онда бәсім. Ол рас қола домбыра ұтып алды, жаратқан ер өзі қолдағасын. Халықтың да алыпты ақ батасын, қазының да алыпты оңбағасын. Сол баламмен бірдей боп отырсын ғой, сен асыл домбырадан орнағасын. Соның жолдамасымен кеп тұрсың деп, пышақты өтпес жерден қолданасың. Баласын әкесіне қарсы қойып,
баласын. Өйткені мен балама өнер түгіл, өмірге әпергенмін жолдамасын. Қазір біраз жайды орындайттым, бірақ сол айтқанымды орындайт кім? Аузымды жауып менің не қыласың? Шешімін тауып жүрген не бір жайттың? Бір жанға анан айт деп, мынан айт деп, өзіңнің ішіңдегі шеріңді айттың. Сен енді айтып жүрген мәселені мен нағыз айтылатын жеріңді айттым. Ұлттық құрылтайға мүше болып, қазақтың барында айттым, жоғында айттым, бастағы бағында айттым, сорында айттым. Сен айтқан білімменен мектеп жайын министрлер бас қосқан форумда айттым. Күшті болған жемқорлық жөнінде айттым, істі болған қажылық қорында айттым. Құзырлылар бас қосқан жиындарда секталарды тексеріп көруді айттым. ЛГБТ ұйымын жоюды айттым, тексіздерді орнына қоюды айттым. Мәдениет пен өнердің жанайқайын министр Балаева ханымға айттым. Солтүстікке көші-қон мәселесін мемлекеттік кеңесші Қаринге айттым. Сондықтан Хазіретжан алаңдама, айту керек нәрсенің бәрінде айттым. Сен құсап тойхананың ішінде емес, қасқайып құрылтайдың төрінде айттым. Бізде ештеңе айтпады деп тұрсыңдар, осындайда сынағыш кеп тұрсыңдар. Оларды орындайтын адам бар ма? Қаншама айтылғанмен өткірсіңдар. Жұрттың бәрі тіл алғыш деппен сендей, қысқасы жағдайды көріп тұрсыңдар. Айтқанымды екетпей орындайтын балам мен екеуіңа боп тұрсыңдар. Сөзіңді маған қарсы сабақтайсың, сөйлесең ешкімге бет қаратпайсың. Ананы жап, мынаны жап дегенше, мынаны ашыңдар деп неге айтпайсың? Хазірет жабу оңай, ашу қиын, оңай жағын сөз етіп далақтайсың. Тосылсын ақиқатқа неге тілім, бауырым бір емеспін мен екінің. Ашу керек нәрсені мен айтайын, ақдем қаңдайданша төгетұғын. Жұмыс орындарын ашсын ауылдардан, екі қолға бір күрек беретұғын. Шындықты айтатұғын келдіретім, жайым жоқ жырдың отын сөндіретін. Өндіріс орындар аз елімізде, қазық шығарудан басқа мен білетін. Қалалардан фабрика зауыт ашсын, өнімді өзімізде өндіретін. Мемлекет қорғамаса ел тоналар, елді қалай қорғайды ертең олар. Қалай қазақ шетелде еміздеп жүр, мұнайтпаса ойымыз келте болар. Ауруды өзімізде емдейтұғын, ашылсын дені дұрыс емханалар. Қайтеріміз айтар ойды шектептегі, сөзіміз жоғарыға жетпеп еді. Қазір түрлі мектептер ашылуда, оны оқып кете алмассыз көктептегі. Одан да руханиятпен сусындатар, ашылсын ұлттық өнер мектептері. Домалау үшін өрге тасым келет, жүрекке жігері керек, жасым керек. Бет алды аузымды жап дей бергенше, қышыған жерді осылай қасу керек. Қысқасы үкіметке айтатыным, керегін беріп елдің басу керек. Хазіреттің айтқандарын жабу керек, бір жанның айтқандарын ашу керек. Ай қасиеті сіңірсе ұлан бойға, берілмес қайдағы жоқ күмәнді ойға. Олыңды мақтап едім ел алдында, еліріп екі көзің тұмандай ма? Құрдасыңның әзілін көтер алмай, ұқсап неге отырсың жуанбайға? Тақым қызар баласы жоқ деп отыр, қалай ғана барды екен тіл ондайға. Бізде де Құдай берген құлындар бар, бұйырса тұлпар мініп туа алмай ма? Әр әкеге өзінің ұлы жақсы, құрдасын сала берме құр ойбайға.
Өмірге жолдамасын әпергем деп өзі жасап алғандай ұрандай ма? Жолдаманы сен емес Құдай береді, Құдайдың бергенін ел қуанбай ма? Сондықтан да құрдасым күпір қылмай, Аллаға шүкір қылып Құранды ойла. Ұлы менен дәл сендей мақтанбаған Ұлы Абайдың әкесі Құнанбайда. Батыр Ханқараның бір жан келіп салуда арқаданын. Елімде жөні түзу емхана жоқ деп неге көзді жұмып шалқаладың. Отандық дәрігерлер мықты қазір халықтың орындауда бар талабын. Мысалы астаналық дәрігерлер әлемнің мойындатқан шартарабын. Жүкеңнің де жүрегіне ота жасап ашып берді бітелген қан каналын. Швейцария емдей алмай қайтарып еді, Қазақстан тауып берді қан тамалын. Ажалына араша болған солар қаншама жас сәби мен қарт ананың. Сондықтан да отандық медицинаға өз басым үлкен сенім арталамын. Ақ халатты жандарға қол соғайық, ауыр жүк қажап жүрген арқаларын. Кемшілік түзеледі жүре-жүре, шетелдің мақтай берме маркаларын. Онсыз да сол шетелді жарнамалап, алаяқтар қайрап жүр балталарын. Азаптың құрығынан құтқарам деп қазақтың қағып-қағып қалталарын. Содан кейін еліме қайтаруда сүйретіп сүйегімен қаңқаларын. Ай құрдасым түк шықпайды долданғаннан, ел жалықты дәлелсіз толғаулардан. Тазиктен басқа ештеңе шығармайды деп қателесіп отырсың болжамдардан. Негізі біраз нәрсе шығарамыз, осы жолғы сөздерің болдау жалған. Қағазды шығаратын зауыттар бар, ағаш кесіп әкеліп ормандардан. Шымкентіңде дронның зауыты бар, Алашқа аспанынан қорған болған. Мақтаменен матаның зауыты бар, терін илеп шығарған тондар қолдан. Аяқ киім костюммен шалбар тіккен шеберлер басып келеді жолдарда алуан. Отандық өнімдерді жасап жүрген айналсаңшы осындай оғландардан. Мәселе зауыт емес, алушыда шетелдің өнімдерін долларға алған. Өзімізді өзіміз көтермесек, нарыққа қоя алмаймыз қолдан қорған. Отанды қорғау деген басталады, отандық өнімдерді қолдаулардан. Шығады дана көптен, білім ғана адамды санал еткен. Бізге берген тақырып білім еді, дұрыс болар мектепті жанап өткен. 3 ауысымды бар екен 105 мектеп, сенбегенге айтайын сана деп мен. 3-ші ауысымдағы оқушылар кешкі сағат 7-ге дейін сабақ өткен. Ол байқұстар шыққанша мектебінен ай мен жұлдыз шығады ана көктен. Кептелістен кешігіп автобустар кейбірі таксилерді амал еткен. Аялдамада аяқтан аяз өтіп ауырат неше түрлі бала дертпен. Үйректей боп үрпейіп судан шыққан үйлеріне 9-да ғана жеткен. Тамақтарын іше сап талып түсіп, сабақтарын ұмытып жаңа өткен. Тамағын іше салып ұйықтаған соң бауырларын май басып қалады әттең. Ұйықтамаса бұзылат ұйқы безі 10:30-да жатуды талап еткен. Осыған шыдап жүрген балаларды Құдай неткен сабырлы санал еткен. 3 ауысымды мектепті барып көрсін, ұшып жүрген мырзалар самолетпен. Әлім білсін, кім болса да халықтың хәлін білсін. Анан айттым деп бізге мынан айттым, апырай сен не деген дарынды ұлсың. Басымызды
жібердің ғой бастықтардың түгенде бәрін құрсын. Айтқаныңды бір адам тыңдамаса, сен қалай саясатты шағып жүрсің? Ұлттық құрылтайға мүше деген төс белгінің есіне тағып жүрсің. Айтқаныңнан ештеңе өнбей жатса, кімдердің қас қабағын бағып жүрсің. Тілімді алатұғын сен ғана деп шырылдап шыға келді, жаның құрсын. Оңашада өзіме айта берсей, неліктен жұрт дәуреге салып жүрсің? Ақыры айтқаныңды тыңдамаса, құрбосқа құрылтайда нағып жүрсің. Ал жырымен жұбататын жабыққанды, қалжыңмен қуантатын қамыққанды, ол рас айтысымның қаранары өткен жыл өте қатты ауырып қалды. Сол сәтте бүкіл қазақ уайымдады, көре алмай қалама деп жарықтанды. Медицина қыларға шара таппай, мамандар шарасыздық танытқанды. Ауруына ем таппай, елімізден сапары Еуропаға бағытталды. Ол жақтан да дертіне дауа қонбай, тыныс әбден тарылып тарыққанды. Еміздеп қайғырға барса дағы, артында тілекші боп халық қалды. Көп тілегі көлдейді біздің қазақ, осы сөз рас екені анықталды. Дәрігерлер амалын таппағанмен, ел дұғасы бойға күш дарытқанды. Жұртының махаббатын сезінгесін, жүкенде қуат алып шабыттанды. Бүгін міне қасқайып төрімде отыр, ауруынан айығып толыққанды. Айтыс төрге сүйреген қаранарды, халықтың ақ батасы алып қалды уай. Тұрса да жетіп қанша айтуға тіл, сөзінен айнымайды айқын батыр. Барлығын жап, болмаса ауыз жап деп, тигізіп еді бір жан байтуға тіл. Енді кеп бізде бәрі керемет деп, қазірет сөздерінен тайқып жатыр. Отандық медицина ұрып тұр деп, бұл бала көз бояудың кайфындатыр. Сонда ел еріккеннен ем-дом іздеп, дейсің бе шетелдерді байтып жатыр. Тыңдонда мәселені мен айтайын, сен айтуға қорықсаң бәлкім батыл. Қайсы ауруханаға барсаң қазір, халықты керегімен қамтып жатыр. Керісінше ұзын сонар кезектерде кептеліп балаңдатыр, қартыңдатыр. Парасыз порталымда ашылмайды, үйде қанша қиналып халқым жатыр. Ақшасыз сәбиді де тудырмайды, бейнетін аналарға артып жатыр. Ақшасыз моргтен де шығармайды, көмілмей ондағанша марқұм жатыр. Қажетті аппараттың бәр ақылы, өйткен оның дөкейлер артында тұр. Халықтың қайғысынан ақша жасап, солар қайта шетелде шалқып жатыр. Дамығанның пайдасын солар көріп, азабын қара халық тартып жатыр. Осының бәрін көзбен көріп тұрып, бұл неге сабырымды сарқып жатыр. Қазірет ақын болсаң ақиқаттай, жырыңнан жағымпаздық аңқып жатыр. Әйтпесе бізде бәрі керемет деп, кез келген ақын біткен айтып жатыр. Құдайын ақын қылып берсетінді, қаузайын ар жетіңді бер жетіңді. Құрбосқа құрылтайдан естеп жүрсің, деп бүгін бетпейдеңіз көрсетілді. Құрбосқа жүргенім жоқ айналайын, ел мұңын айтып жүрмін ер секілді. Бірақ бүгін таңғалып тұрмын саған, жігітем қой жүрегі кең секілді. Бір дос, бір орынды қимастай құрылтайдан, не көрінді досыңа мен секілді. Айтқанымыз жатсеге орындалмай, болып тұрмыз тартылған көл секілді. Ел мұңын айтып жүрген мен ғана емес, ұлт жанды азаматтар мол секілді. Парламентте Ринат пен Әужекеңнің дауыстары шыққанмен зор секілді. Олардың да үніне құлақ аспай, көңілдері қурап тұр шөл секілді. Президент
bir çel sekildi. Baylıktın kiltin solar ustağasın, halıktın nesi besi kem sekildi. Apıray bar minister barlık akım, taktırsa prezidentke gel sekildi. Kazakistan ayakka tüktürar et, til algış bolsa beri, sen sekildi vay. Tilegim Kazak eli gülgen seken, ertebek camar atıp küngen seken. Kim getikti aytdı dep, keter kezde hükümet almaz eken bizden sekem. Kalalarının kap koymay tasasında şalgaydağı avullar türden seken. 60 ortan hemşayan küyüm geçmey, 300'ümün balası bir bol seken. Kazaktın azattığı merdilik bop, toğrunan tüspegen tu bol seken. Camanlıktın barlığı artta kalıp, akındarga çaksılık jır bol seken. Uykumuz buzulmaydın tüm bol seken, kөгümde külüm degen küm bol seken. Ayuben aydakardan aman bolup, abaytıdı edemlik til bol seken. Özünün kıyanatka kıymaydıgın, oluktar oltun süygen ol bol seken. Alağayın osu men koşaman bol, menin osu tilegim şım bol seken. Koy üstünde bostorgay cumurtkalar, keler jıl berekeli jıl bol seken. Жатқансың-ау, көтеретін мәселе тапқансың-ау. Жаныңдағы досыңды жағымпаз деп, жөн болар ет бұлайша астамсың-ау. Дәрігерлерге соншалық қадалдың ғой, керек еді жоғары жақтан сұрау. Ақшасы сәбиді де тудырмайды деп, сын айтам деп сырыңды ашқансың-ау. Соншалық күйгеніңе қарағанда радомнан шығасап қашқансың-ау. 10 баланы өмірге әкелем деп, 10 мыңдықты пашкімен шашқансың-ау. О, десекте сүтін ішіп қиын жақтық, бәйгеге қосалмайсың сиырды атқып. Үйқастарың шашырап кеткенменен ойларыңнан орамды түйін таптық. Екеуміз ерегесіп отқан жоқпыз. Шырменен елдің көңіл күйін бақтық. Бірімізді толықтырып, жебемізді жерге атпай тиымдаттық. Елдегі мәселені билікке айтып, министр мен әкімнің миын қақтық. Bir жан бұрын басқаша жігіт еді, тілі майда сөздері қиын жаттық. Шамбайына тиіп жіберіп, шындық айтып қосылып құйындаттық. Ағайын мағандырза шығарсыздар, қиюы келмес жерді қиюлаттық. Жарты сағат айтысып бір жанымды шығардым ғой екінші ринатқы бар. Bir жаным қарап отыр, енді бері сен айтқан мәселені ел біледі. Мәселенің төркіні білімде ғой, білімсіздің арбасы кер жүреді. Білімсіздер төгеді жас пен қанды, білімділер төгеді тер дүнемі. Білімділер өшкенді жандырады, білімсіздер жанғанды сөндіреді. Білімділер оқиды газет журнал, білімсіздер соткаға телміреді. Білімділер сатады технология, білімсіздер сатады кен дүниемі. Білімділер ойлайды ел мен жұртын, білімсіздер ойлайды жеу дүниемі. Қоғамның диагнозын қояр болсам, осы болады алғашқы белгілері. Білім менен тәрбиесі биік елдің, тулары биіктерде желбіреді. Біздер айттық біліммен ақыл жайды, айтқанымды ағайын мақұлдайды. Оқушысы білімді елдің ғана, жастары жалындайды, лапылдайды. Мұғалімі білімді елдің ғана, баласы кітап сүзгін батырмайды. Министрі білімді елдің ғана, байлығы тиындарға сатылмайды. Әкімдері білімді елдің ғана, жемқорлық батпағына батырмайды. Судиясы білімді елдің ғана, түрмесінде жазықсыз отырмайды. Милициясы білімді елдің
ғана қорқауы қасқырларға ақырмайды. Біздің елде көп болсын білімділер, күткен бақыт сол кезде жақындайды. Білімсіздер басыңды қатырмаса, одан басқа ештеңе қатырмайды. Сақ келсе сахнадан аттайтындай, тілегіміз қалмасын тәтті айтылмай. Bir жан сенің бір ұлым ақын болды, қызыл тілін қылыштай саптайтындай. Бұйыр сенді бір балаң әкім болсын, қарапайым қалың ел мақтайтындай. Bir балаң елді қорғар батыр болсын, отанның тыныштығын сақтайтындай. Bir балаң ақ халатты дәрігер болсын, өзің айтқан үмітті ақтайтындай. Bir балаң ұлағатты ұстаз болсын, шәкіртті шабытпенен баптайтындай. Құрдасым бұл тілекті азырқансаң, жасқа да келген жоқсың тоқтайтындай. Алтын шыққан жеріңді белден қазып, әрі қарай шаба бер, жатпай тұрмай.